Пәкістанға діни ілім алуға кеткен жерлесіміз Гуантанамо түрмесінен бір-ақ шықты. Америкалықтар осындай адамдар болса, кісі басына 5 мыңнан төлейміз, ұстап беріңдер деген ғой. Пуштундар сатып жүрді ғой. Пуштундар айтуғанды кімге және неге сатты? Ол содырларды қолдады ма, әлде лас ойынның құрбаны ма? Гуантанамо түрмесінде азапталған азаматтың қазіргі күйі қандай? Гуантанамоның тас камерасында қайғы жұтқан айтуғанда ағасы қазір қасынан бір елі қалдырмайды. Сырттан келгеннің бәрінен секемденіп қалған. Осыдан 25 жыл бұрын таблиғи жамағат ағымы айтуғанды азғырып, арбап, ағызып әкетті. Нақтысын айтсақ, көшеде ұстап алып, кәлим айтуын талап етеді. Діни сауаты жоқ жігітті дойыр догмамен тығырыққа тірейді. Діни ілім аласың деген желеумен Пәкістанға сүйрейді. 1 сентябрь күні кеш жақын самолетке түсіп аэропорттан Карачи деген қалаға түстік, Пәкістан қаласына. Пәкістанда медреседе оқып жатқан балаларға бардық. 5 жыл 3 ай 12 күн жүрдім. Құран жаттау болған мақсатым, Құран оқимын. Таблиғи жамағат ағымының негізін қалаушы Үндістанның Кандахла ауылында дүниеге келген Мұхаммед Ильяс. Ұйым атауы араб тіліндегі әт-таблиғ сөзінен шыққан. Ағым жақтастары ғылым білімнен мақұрым, Құран оқымайды, фикх, ақида және хадис ілімдері сынды ғылым салаларын меңгермейді. Жастарын Бангладеш, Пәкістан, Ауғанстанға сүйрейді. Қарсы болдым, осы үйтпесе келмен енді. Қатты қарсы болдым мен үйдің ішінен. Бірақ енді шешем айтты, намаз оқып жүр ғой, неме қой деді. Бірақ енді ол кезде мен қатты қарсы болғанмын мен. Жүрген ортасы ұнамады. Енді ол 2000 жылы ғой, 2000-2001. Қиналдық. Анама қиын болды. Бауырларыма қиын болды, халыққа қиын болды, ауылдастарыма. Басқа не айтсам? Заңмен ресми тыйым салынған ағымдардың бірі бұл таблиғи жамағат. Таблиғи жамағатының қателігі осы заңды белшесінен басып, шариғатқа да қайшы болған нәрсені заңсыз миссионерлікпен айналысуы. Одан кейін екінші қателігі бұл білімсіз діннің атынан сөйлеу. Білімсіз діннің атынан сөйлеу ол үлкен қасірет. Бұл шариғатта тыйым салынған нәрсе. Ауғанстанда Құран оқуды үйрететін псевдо-медреселер көп. Алайда сол орталықтардың діни білім беруге лицензиясы жоқ. Түрлі күмәнді топтардың қаражатымен қызмет етеді. Мемлекет бақылауынан тыс болғандықтан тасадағы құдіреттілердің тапсырмасын орындайды. Кабул деген қалаға бардым, Ауғанстанға. Одан тәжіктер оқып жатқан медресе бар, Құран жаттадық. Талибан өкіметі асырады ғой. Сондай совпадение болған ғой, біз 9 бардық, 11-і. Сондай өзгім башын жарған. Екі 2001 жылдың 11 қыркүйегінде Нью-Йорктегі бүкіл әлемдік сауда орталығының күлі көкке ұшады. Бұл террорлық актіні лаңкестер мойнын алды. Кек қайтару мақсатында батыс елдерінің коалиция күштері Ауғанстанда жойқын операция өткізеді. Сол кезде пуштундар лаңкестерге қатысы бар деп айтуған сияқты шетелдік студенттерді ұстап берген. Америкалықтар осындай адамдар болса, кісі басына 5 мыңнан төлейміз, ұстап беріңдер деген ғой. Содан 3 жігіт ұсталып қалдық, 3 жігіт бір жерде отырғанбыз, 3 жігіт ұсталып қалдық. Пуштундар сатып жүрді ғой. Гуантанамоға түрмеге апарды. Гуантанамода болды.
Гуантанамо әлемдегі ең атышулы әрі қатыгез түрме. 2002 жылы ашылып, ақш террористік актілерге қатысты деп айыпталғандарда сонда жеткізді. Айтуған осы жерде 5 жылдан аса уақыт тергелді. Мұсылмандар өз-өзімен болып отыр ғой. Сол пайдаланады. Ырду-дырду қайда шықсаң, фитна. Сол жастар аш шетелге шығамын деп алдан кетпесін. Сирияда еш нәрсе жоқ қой. Болып жатқандағыдай теледидардан көрсетіп жатыр ғой. Айтуған 2006 жылы дипломатиялық қызметтің көмегімен елге жеткізілді. Заң алдында толық ақталды, бірақ денсаулығы сыр берген. Аяқ қол дірілдейді. Медицина жағынан көмектессе, бұл үйге тастап кетеміз. Мен өз үйімде өзім қараймын, қарайтын шешем кәрі келеді скорый. Талғарға апарамыз, психбольницаға жатқызып тастайды, одан басқа ештеңе істемейді. Бүгінде Айтуғанның денсаулығында кінәрат бар. Соған байланысты жақындары жергілікті өкілетті мекемелерден көмек сұрайды. Бауырларының сырқатын жіті тексеріп, кілтипанды анықтап, ем-дом тағайындалса екен дейді. Ал әзірге оның басынан өткен бұл оқиға көпке сабақ болуға тиіс. Себебі діни ілімнің қайнар көзі сыртта деген қауесетке сеніп, шетел асып, түрлі тұзаққа түсіп жатқандар әлі де бар.